Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы театр фестивальдары. Жаңа тақырып бойынша жаңа сөздерді сөздікке жазып алайық. Көне, ынталандыру, еңлік гүл, сыншы, өнертанушы, құдірет, кәсіби сыйлық, насихаттайды, қасиет, қазылар алқасы, шешімі, ұғындыру. Жаңа сөздерді қатыстырып, сөз тіркестерін құрастыр. 6-шы тапсырма жазылым тапсырмасы. Берілген сөздер көне, насихаттайды, ынталандырады, көкейкесті, қасиет, құдірет, ұғындыруды көздейді, кәсіби сыйлық, еңлік гүл, қазылар алқасы, өнертанушы, сыншы, шешім. Берілген тірек сөздер, сөз тіркестері. Көне кітап, өнерді насихаттайды, оқушыларды ынталандырады, көкейкесті тақырып, адами қасиет, сөз құдіреті, проблеманы ұғындыруды көздейді, кәсіби сыйлық берілді, еңлік гүл өсті, қазылар алқасы сайланды, өнертанушы ғалым, шебер сыншы, шешім шығарды. Дескриптор кестесі. Жаңа сөздер мен сөз тіркестерін құрайды 2 балл, жазу сауаттылығын сақтайды 1 балл. 2-ші тапсырма, мәтінді түсініп оқы. Театр фестивальдары ең көне фестивальдардың бірі. Театр фестивалін ұйымдастырушылар халыққа театр өнерін түсіндіруді көздейді. Сонымен қатар, театр өнерінің қасиеті мен құдіретін ұғындырады. Театр фестивальдары жас драматургтар мен әртістерді ынталандырады. Сол үшін жыл сайын түрлі фестивальдар өтеді. Фестиваль өнерді насихаттайды. Сыншылар мен өнертанушылар көкейкесті проблеманы көтерген қойылымды таңдайды. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында Қазақстан театр қайраткерлері одағы жұмыс істейді. Одақтың төрағасы Қазақстанның халық әртісі Тұңғышбай Жаманқұлов. Одақ 2010 жылдан бастап еңлік гүл театр фестивалін өткізеді. Фестиваль әр жылы 27 наурыз халықаралық театр күнінде өткізіледі. Фестивальда жеңімпаздарға еңлік гүл сыйлығы беріледі. Сыйлықтың еңлік гүл деп аталуының себебі Тұңғышбай Жаманқұлов. Еңлік гүл ерте көктемде шығатын гүл. Содан кейін біздің қазақ драматургиясының алғашқы героинасының аты еңлік. Оның үстіне бұл сыйлық көктемде 27 наурыз халықаралық театр күнінде беріледі. Сондықтан еңлік гүл деп атадық деп түсіндіреді. Фестивальдардың арнайы қазылар алқасы бар. Қазылар алқасы өнертанушылар, театр сыншылары, мәдениет қайраткерлері, театр директорлары, Қазақстан театр қайраткерлері одағының мүшелерінен тұрады. Қазылар алқасының шешімімен 7 номинация бойынша жеңімпаздар анықталады. Фестивальда еліміздің әйгілі әртістері мен өнер қайраткерлері көрермендермен кездеседі. Көрермендерге театрдың үздік, көкейкесті қойылымдары көрсетіліп, жеңімпаздар анықталады. 4-ші тапсырма. Төмендегі ақпараттарды мәтіннің абзацтарымен сәйкестендір, себебін дәлелде. 1-ші. Қазақтың спорт өнері. 2-ші. Сыйлықтың еңлік гүл аталу себебі. 3-ші. Жеңімпаздарды анықтау. 4-ші. Әртістер жарысы. 5-ші. Театр фестивальдарының мақсаты. 6-ші. Еңлік гүл театр фестивалі. 1-ші абзац А, 2-ші абзац Б, абзац С, абзац Д. Дескриптор кестесіне назар аударайық.
Мәтінді тыңдайды, түсінеді 1 балл. Тақырыптарды мәтіннің абзацтарымен сәйкестендіреді 1 балл. 8-ші тапсырма, жұптық жұмыс. Мәтіннен сыйлықтың ең үлгілі атауы туралы бөлікті тауып оқыңдар. Ұсынылған тірек сөздерді пайдаланып диалог құрыңдар. Берілген тірек сөздер: сыйлық, ең үлгілі, себебі, көктем, гүл, насихаттайды. Берілген тірек сөздер арқылы диалог құрасыңдар. Берілген дескриптор. Диалог құрады 2 балл. Берілген тірек сөздерді пайдаланады 1 балл. Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтайды 1 балл. 5-ші тапсырма. Берілген сөздердің синонимін сәйкестендіріңдер. Көне, қасиетті, құдіретті, ұғындыру, қазылар алқасы. Синоним сөздер: түсіндіру, жюри мүшелері, киелі, ескі, күшті. Берілген сөздерді синоним сөздермен сәйкестендіресіңдер. Дескриптор кестесі синонимдерді сәйкестендіреді 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.